Ассаляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын құймақ жасайтын боламыз. Айранға тұз, қант және 3 жұмыртқа қосып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұн қосып, венчикпен тегіс түйіршіксіз масса болғанша араластырамыз. Содан соң араластыра отырып, үстіне ыстық суды құямыз. Соңында сұйық майды араластырамыз. Осымен қамыры дайын, бірден құймақ пісіре берсеңіздер болады. Немесе 10-15 минутқа қалдырып қойсаңыздар тіптен жақсы. Құймақты пісірмес бұрын міндетті түрде алдын ала табаны жақсылап қыздырып алыңыздар. Және де әр құярдың алдында қамырды араластырып тұрыңыздар. Видеода көріп отырғандарыңыздай құймақтың шеттері қатып қалмай, жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де бізді қолдап, видеоларымызға лайк басуға ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.